Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Апталық болжам Бикеш белгісіндегі жандарға 14 қараша мен 20 қараша аралығы. Мына жоғарыдағы екі карта бізде аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Одан кейін бізде аптада орын алатын жағдайлар. Аптаның басы, ортасы және аяғы. Аптаға кеңес. Бірінші бізде старший аркан, нулевая карта дурак және королева жезл. Аптадағы маңызды әсер беретін жағдайлар. Бір нәрсені жаңадан бастау. Білмеймін, осы аптаның көлемінде жаңа бір іс бастауларыңыз мүмкін. Немесе ойламаған жерден жаңағы қалай айтсам болады, барлығын жеңіл қабылдап, жеңіл жіберу. Ештеңкені ойламау, кез келген қаржыға болсын, жұмысқа болсын, жеңіл қарау, жаңағы ұқыптылықпен қарауға тырысқаныңыз үшін. Королева жезл жаңа бір бастама бастау, дурак, тем более старший аркан, білмеймін, бір жаңа өзгерістер, жаңа мүмкіндіктер, нулевая карта, тем более бір жаңа өзгеріс болуы мүмкін, маңызды әсер беретін жағдай. Енді аптада орын алатын жағдай мир, старший аркан, парчаш. Және де бұл енді аптада болатын өзгерістер барлығы бір кардинальны бір-ақ күнде болады деп айта алмаймын. Ақырын басталып, біраз уақытқа созылуы мүмкін. Және де главное в душе спокойно. Парчаш жаңа возможность, жаңа мүмкіндік. Жаңа ұсыныстар түсуі мүмкін, жұмыс барысына, қаржыға байланысты, немесе жақындарыңыздың бірінің сәбилі болғанын естуіңіз мүмкін, немесе өзіңіздің аяғыңыз ауыр болып сұрағыңыз келіп тұрса, босануыңыз мүмкін, немесе өзіңіздің аяғыңыздың ауыр екенін білуіңіз мүмкін. Келесі бізде аптаның ортасы. Аптаның ортасы тройка чаш, кездесулер, қонаққа бару, коллективпен, жақындарыңызбен кездесу, қыдыру түсіп тұр. Және де туз пентаклей. Жаңағы біраз қаржы жұмсалуы мүмкін, жаңағы қыдыруға, қонаққа баруға, әдемі киімге, макияжға аптаның ортасында. Және де бұл қаржы аз мөлшерде емес, біраз мөлшерде. Так, аптаның аяғы восьмерка жезл. Аптаның аяғы жұмысыңыз өте көп болады. Жаңағы келесі аптаға қалдырмауға тырысқаныңыз үшін. Енді қонаққа барып, қыдырып, басқа да бір маңызды істермен айналысып, аптаның басында жиналып қалған ісіңізді аптаның аяғында аяқтауыңызға тура келуі мүмкін. Және де рыцарь пентаклей. Бір қаржы күтіп жүрсеңіз, или болмаса бір жаңағы істің, жұмыстың аяқталуын, өзгеруін күтіп жүрсеңіз, аптаның аяғында өзгеріс орын алуы мүмкін. Және де келесі карта смерть, старший аркан. Білмеймін, бір кардинал өзгеріс бар. Бір адаммен қоштасып, жаңа бір таныстар, жаңа бір өзгерістер өміріңізге келуі мүмкін. Жаңағы бір жұмыспен, бір іспен, жаңа қанша қиын болса да қоштасуға тура келеді, аяқтауға, қоштасуға. Бірақ оның орнын басатын жаңа бастамалар, жаңа өзгерістер бар екендігін ұмытпағаның үшін. Мысалы, бір бизнес ісіңіз жүрмей тұрса, оны жабуға тура келеді. Бірақ сіз қимайсыз, қаншама еңбек, қаншама тер салдыңыз, бірақ та ол істі аяқтау керек. Бұл аптаның беретін кеңесі. Жаңағы бір нәрсемен қимастықпен қоштасу керек болса, яғни қоштасу керек, ол адам болсын, жақыныңыз болсын, мысалға бір құрбыңыз болсын, сіздер ренжітіп, постоянно көңіліңізден шықпайтын нәрселер жасаса, ол адаммен қарым-қатынас түзу керек. Жаңа таныстар, жаңа достар, жаңағы өміріңізге бір кардинальный өзгеріс алып келетін жаңа таныстық, жаңа өзгерістер болады. Сондықтан бір нәрсемен қоштасып, жаңа нәрсені өміріңізге қабылдауға дайын болғаныңыз жөн. Бикештер, осымен бір апталық раскладтарыңыз аяқталды. Келесі аптада кездескенше сау болыңыздар.